Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып оқушылары? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұл малдың төлі. Сабақтың мақсаты анық айтылған сөзді тыңдап түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау. Белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну, олардың ойын толықтыру. Өз бетінше шағын мәтіннен көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану. Балалар, жаңа сөздермен танысайық. Құлын, жеребенок, бота, верблюжонок, бұзау, теленок, қозы, ягненок, лақ, козленок. Қазақша нұсқасын тағы бір рет қайталайық. Құлын, бота, бұзау, қозы, лақ. Балалар, төрт малдың төлдерін дұрыс айтып үйренейік. Қойдың қозысы, жылқының құлыны, сиырдың бұзауы, ешкінің лағы, түйенің ботасы. Балалар, жалғанған жалғауларға мұқият назар аударамыз. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Сен төрт малды білесің бе? Иә, білемін. Атап шықшы. Олар түйе, жылқы, сиыр, қой мен ешкі. Түйенің төлі не? Түйенің төлі бота. Сиырдың төлі не? Сиырдың төлі бұзау. Қойдың төлі не? Қойдың төлі қозы. Жылқының төлі не? Жылқының төлі құлын. Ешкінің төлі не? Ешкінің төлі лақ. Келесі тапсырма. Бұл ненің төлі? Суреттегі малды атап төлдерін көрсет. Мысалы, бірінші суреттегі жылқының төлі құлын, қойдың төлі қозы. Келесі жазылым тапсырмасы. Көп нүктенің орнына керекті қосымшаны жалғап дәптерге орындаймыз. Мысалы, ешкінің лағы, қойдың қозысы. Оқылым мәтінін оқыңдар. Біз малдың төлдерін жақсы көреміз. Маған құлын ұнайды. Ал ағама бота ұнайды. Қарындасым қозыны жақсы көреді. Ініме бұзау мен лақ ұнайды. Төлдер әдемі, сүйкімді. Олар шөп жейді, ойнайды. Сабақ аяқталды. Оқушылар, сау болыңыздар.